Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үлпілдеп тұратын, өте жұмсақ, өте дәмді, арасы ерекше жұмсақ болып шығатын, ерекше булочканың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар, және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі бізге жылы сүт қажет болады. Сүтті міндетті түрде салқын болмауы тиіс, жылытып алыңыздар. Үстіне қантымызды қосамыз, содан соң ашытқыны қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ашытқымен бізде қантымыз жақсылап араласуы қажет. Енді осы массаның үстіне татымына қарай тұзымызды саламыз және 2 жұмыртқаны саламыз. Тағы да жақсылап венчиктің көмегімен тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Ұнымызды електен өткеннен кейін қосып қамырымызды илейтін боламыз. Қамырдың барлығын бірден қоса салмаймыз. Шетінен аз-аздап қоса отырып қамыр илейтін боламыз. Бізге өте жұмсақ, қолға жабысатын қамыр пайда болады. Ешқандай қорықпаңыздар және ұнды артық мөлшерде қоспай, дәл осылай осы массамен жұмыс жасай беріңіздер. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Жақсылап қамырымызды илеп жібереміз. Сұйық май бізде қамырымызға толықтай сіңуі үшін арасына осылай илеп тұрып жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Басында сұйық май артық болған көрінуі мүмкін, бірақ кейін қамырымызды жақсылап илесек, біздің майға қамырымызға сіңіп кетеді. Енді бізде мінекей жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осы қамырдың бетін жауып 1 сағат көлемінде ашуға қалдырамыз. 1 сағаттың көлемінде біздің қамырымыз, қараңыздар, өте керемет биік болып көтеріліп шықты. Енді ұнымызды себе отырып осы қамырымызды аламыз. Қолға жабыспау үшін ұн сепсеңіздер болады. Бірақ көп мөлшерде сеппеңіздер, кішкене ғана сеуіп аламыз. Содан соң осы қамырды теңдей етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Кез келген булочканың түрін жасай берсеңіздер болады. Мен барлығын 15-16 бөлікке бөліп алдым. Енді сол бөліктерді дәл осылай қолымызбен домалақ қылып, кішірек қылып жасап алатын боламыз. Құрамындағы заттарын төменге описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Мінекей барлығын жасап, дайындап алдық. Енді осы қамырларды бір шетке алып, бетін жауып қоямыз. Әйтпесе беті кеуіп кетуі мүмкін. Бетін жауып, шетінен ала отырып, қамырымыздан енді булочка жасайтын боламыз. Қамырымызды алып, барлығын жақсылап, мейлінше жұқа қылып жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен әрине барынша жұқа қылып жаямыз. Қараңыздар, мен осындай дептің сгущенкасын пайдаландым. Енді варенкасын, енді осыны сала отырып, қамырымызды түйіп алатын боламыз. Мұқият қараңыздар, міндетті түрде жақсылап жабыстырып аламыз, себебі ашылып, варенкамыз сыртқа шығып кетуі мүмкін. Мінекей осылай түйіп, осындай форма қылып жасап аламыз. Сіздер үшін қайтадан көрсететін боламын. Мұқият қараңыздар. Міндетті түрде жақсылап шет-шетін жабыстырамыз. Варенка шығып кетпеу үшін және осылай дәл видеодағыдай орап алатын боламыз. Өте оңай жасалады, өте жұмсақ қамырымыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің барлық булочкаларымызды жасап алдық. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және тағы да бір 10 минуттай бетін жауып қалдырамыз. Содан соң кейін ғана пешімізге салып алатын боламыз. 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Қараңыздар, біздің булочкаларымыз биік болып көтеріліп шықты. Өте әдемі, бір-біріне қараңыздар, алшақтау болған, өте биік болып көтеріліп шықты. Қалауларыңыз бойынша бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Сіздер үшін мінекей бөліп көрсететін боламын. Қараңыздар, жұмсақ мамықтай. Міндетті түрде дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.